Уәдеге берік жігіт. Ертеде ағайынды 3 жігіт болыпты. Үшеуі де сіңірі шыққан кедей екен. Тапқандары ішіп жеміне жетпепті. Бір күні шөп шауып қатты қалжыраған ағайындылар көлеңкеде демалып отырса, қастарына бір топ қара торғай қонады. Бірінен бірі озып, жерден жемдерін шоқып жүрген торғайларға қарап үлкені: «Шіркін, осындай қаптаған малым болса, өмір бойы кісі ренжітпей өтер едім-ау», дейді қауғадай сақалын сипап. Сонда ортаншысы тұрып: «Я, менің де осындай қора-қора қойым жүрсе, өмірімде адам баласынан аянарым болмас еді», деп армандайды. Кенже інісі үндемей отырған соң, ағалары: «Ал сен қайтер едің?» деп сұрайды. «Мен бе? Менің осынша көп малым болмай-ақ, тұрмысқа тиек боларлықтай азын-аулақ тұяғым болса да жетеді. Басымда баспанам, қасымда парасатты жарым болса, мен де ешкімді ренжітпей өмір сүрер едім», деп жауап береді. Олар осылай қиялдап отырып, қастарына келіп тұрған қарияны байқамай қалады. Сақалы тізесіне түскен ақ бас шалдың қайдан пайда болғанын білмей, үшеуі атып-атып тұрады. Сонда қария тұрып: «Менің есімім Уәде. Сендердің әңгімелеріңді манадан естіп тұрмын. Берген серттеріңде тұрсандар, сендерге сый жасаймын», дейді таяғын көтеріп. «Жасаңыз, қария, жасаңыз», деп жамырасады ағайындылар. «Ендеше жарайды. Сен екеу мал дедіңдер ме? Барыңдар, сонау жасыл төбенің астында қора-қора қой жатыр. Бірін қара түстісін, екіншісі ақ түстісін бөліп алыңдар», деп күнге шағылысқан таяғын сілтеп-сілтеп қалады. Екеуі арсалаңдап жүгіріп кетеді. Сонда кішісіне қарап: «Ал сен ана бір түтін шыққан жерге бар. Үй десең үйді де, жар десең жарды да, азын-аулақ малды да сол жерден табасын. Бар тілегіңе жет», деп ақсақал көзден ғайып болады. Осыдан бастап ағайындылардың тұрмысы түзеліп, дәулетті өмір кешіп жатады. Тізіліп күндер, жылыстап жылдар өтеді. Бір күні Уәде қасына пейіл мен бақытты ертіп, сол жігіттердің барып сынайық деп жолға шығады. Алай-дүлей боранда алдымен ағайындылардың үлкенінің үйіне келеді. «Ей балам, құдайы қонақпыз. Мына боранға ұшып өлгелі тұрмыз. Отыңа қақталып, аяғымызды жылытып шығайық. Рұқсат ет», дейді қариялар дауыстары дірілдеп. Малына ие бола алмай долдандаған бай: «Осындай қым-қуық, қой қырылып жатқан қонақ емес, құдайым болсаң да аулақ», деп ақырады. Сақалдарына мұз қатып қалтыраған қариялар одан шығып, ортаншысының үйіне келеді. Ол да ашуға басып, қондырмай жібереді. «Я, бұлардың сыйқын көрдік, енді не де болса кішісінің үйіне барайық», дейді Уәде. Шабалана үрген иттің даусымен атып шыққан үй иесі қонақтарды қолтықтап үйге енгізеді. Асты үстеріне түсіп, жақсылап күтеді. Жігіттің жары да дұрыс адам екен. Кәрі кісілердің көңілінен шығып, ас суын аямай жағдайларын жасайды. Ертеңгісін қонақтар жолға жиналады. Сонда Уәде тұрып: «Балам, сый құрметіңе қандық, өлімнен ұят күшті», дегендей, Уәдеңе берік, болаттай жігіт екенсің. Аз дәулетке мал болып, дүние қоңыз боп кеткен ағаларыңа ұқсамайсың», деп таяғын сілкіп қалады. «Өркенің өссін. Шалдың ақ батасын алған кенже ұл, мен оның әйелі бұрынғыдан да бақытты өмір кешіпті. Содан бері жақсы адамдардың қасына бақыт та, пейіл де қайта оралып, мәңгіге бірге болған екен», деседі.